Сәлем мен кanalıma қош келдіңіздер достар. Бүгінгі видеода мен Рамазан айы деген сериалдың 3-ші бөлімін, яғни 3-ші бөлімнің сонын түсіретін боламын. Достар, бұл сериал сіздерге өте қатты ұнады деп ойлаймын. Және де достар, келесіде қандай видео түсіретінін білмеймін. Сондықтан бірақ сіздер маған көп сериалдарды, идеяларын бәрін жазып кетіпсіздер. Сондықтан мен сол араларынан біреуін таңдап түсіретін шығармын. Оны көрермін енді. Немесе обложка монтаждауды үйретемін деген видео шығаратын шығармын. Оны енді ойланып көрермін. Ал достар, сіздерге бұл сериал ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Біз онда бастаймыз. Кеттік. Ой, айтпаңдаршы, қызық болды ғой, баб, я өте қызық болды. Ой, күле бермей, қана көршілер жалып түсіп келмесін. Кеттік. Оданша ұйықтайық, кеш болып кетіпті ғой, сағат қанша болды? Так, біз сағат қаншаларда бардық өзі? Примерно сағат уже 9 болып қапты ғой. Қазір біз әлі көп нәрселерді істеуіміз керек, сол кеш жатамыз ғой, енді қой. Ұйықтайық, уже 9 болып қап, 10-дарда ұйықтаймыз ғой. Той, кеттік. Шаршап кеттім ғой мен. Мен де. Қыздар, сағат 10 болып қапты ғой, сабақтардың орнына біттіңдер ма? Мам, өте қатты шаршап кеттік. Ой, бұл бағана орындауларың керек еді ғой сабақтарыңды. Сол қатты шаршап кетті, мен ұйқым кеп жатыр. Ладно, енді азанда ерте тұруларың керексіңдер. Жарайды, мам, біз шаршап тұрық, ұйықтап алайықшы. Жарайды, қайырлы түн. Азанда бізге ерте тұру керек. Сағат 10 болды, ұйықтаңдар бол. Тез. Қой, құрысын, мен де ұйықтайын. Так, пижамам кәне. Так, тез киініп алайын. Ойбу, мен салдым кетпін ғой. Ұйықтайын, қой. Светті өшіріп, терезені жабайын. Ұйықтайын. Қой, бізде ұйықтайық. Светті өшір, Айша. Қазір. Таң атқан сон. Тұрайын. Сіресін кешіп қойған жоқпыз ба? Кешетінде, кетпін ғой бөлден қойды. Кешікпесек болар еді. Сағат 4 болса екен, сағат. 4 екен ғой сағат. Шошып кеттім ғой. Тура уақытында ояныппын. Так, мен тез шай дайындауым керек. Сосын қыздарды оятармын. Тез бет қолымды жуып, шайын дайын. Так, ашайын. Той, бүгін де холодильникте дым жоқ екен ғой. Не істеймін енді? Компот қана бар екен, компотты алайық. Так, магнумнан бір нәрселер заказ ете салайыншы. Азанмен келетін шығар енді. Ладно, заказ етіп көре салайыншы. Магнум телефонмен, кәнмен телефон өзі. Алло, Жаңағы мен айтқан тамақтарды қанша минутта жеткізіп бересіздер? Примерно қазір 20 минуттай жеткізіп береміз. Ладно, мен сәресіне уже азғантай уақыт қалды ғой, сәресіне әлі 1 сағат бар. Ладно, енді тез жеткізіп берсеңіздер болды. Енді бәрін қанша теңге болды? Бәрі ма 30.000 теңге, 30.000 теңге болды. Ладно. Оны сосын жеткізіп берген соң төлейсіз ғой, сол төлей саласыз. Жарайды, рахмет, сау болыңыз. 20 минут өткен соң. Тоқ. Той, кім екен өзім? Жаңағы заказ еткен тамақтарын келген шығар. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Мынау сіз заказ еткен заттар. Әкеліңіз. Ой, рахмет, қанша теңге болды? 35.000. Маған 30.000 теңге деген сияқты еді.
енді әкеп бергеніме и сосын жолына деген сияқты. Қазір салып жүрем. Так. Міне. Номер жаңағы апайға салып жібердім мағазында. Болды, жарайды, рахмет. Сау болыңыз. Сау бол. Так. Олардың бәрін кухняға апарып енді тез заттарын жасау, тамақтар жасау керек. Саған реттестіріп болдым. Уже 4:30 болып қалыпты. Енді жарты сағатта тез жасау керек. Так, 5 апельсин, 5 алма алдым, ет алдым, помидор алдым, так, жұмыртқалар алдым, панкейки соларды алдым, лагмандар алдым, бәрі 30 мың теңге. Нормально шығар енді, ладно, кесе жасап тоқтайын тамақтарды. Так, папасының лагман етін жасап етпен өсе саламыз, енді бұны пісіру керек. Қалғандарынан бәрінен маған помидорын өсе саламыз, помидорын өсе саламыз енді. Так, кесе жасап тастайыншы, тарелкаға салып, бәрінен пісіру керек, кесе жасайын қой. Так, болды, осы болады жететін шығар енді. Ой. Так, қыздарды оятып келейін барып. Қыздар, тұрыңдар. Қазір. Болыңдар, тез шайға келіңдер. Я, қазір. Так, оятайын. Ой, тұр қой, уже жүр. Сәресін ішеміз. Қыздар, келсеңдерші. Я, міне бара жатыр. Вау, аппетитный тамақтар. Мынау панкейки ма? Я, панкейки. Қашан пісіріп үлгердіңіз? Қыздар, қазір сендер 5 болды. Қазір сендер уже 6-ларда мектепке шығып кете беріңдер, я мам. 7-де басталады ғой сендердің сабақтардың. Мам. Жарайды, мам. Сабаққа келді. Мен кеттім. Мен уже сумкам кабинетте тұр. Сенікі де, мам? Я. Давай уже қоңырауға 1 минут қалды, мен кеттім. Жарайды, мен де кеттім. Сабақ аяқталған соң. Бірде уақытта шығыппыз ғой. Азаннан кешке дейін оқитын мектепте өте жаман шығар. Бұрынғы мектебім күштеді мен үшін. Сол ғой менің де. Бұрынғы мектепте азаннан түске дейін оқиды. Ал қазір азаннан кешке дейін оқимыз, өте жаман. Кеттік. Оданша асханаға барайықшы, мен қарным ашып жатыр, уже ауызашар басылып кетті ғой. Так, не бар өзімен қазір жейтін нәрселер алып келейін. Сен мен күте тұр, я? Так, мен келдім. Неғып 3 бургер алғансың? Ой, қой берші, тұра берсін, просто ала салдым. Так, сок бар ма өзі? Я, не жерде тұр ғой. Так, қойсайын. Жеп алайық, я, мам. Ақшамды жоғалтып алдым. Енді не істеймін? Қарным ашып жатыр. Аттағы қызым, мен атымда отырған қызым естің бе не дегенін? Жоқ, не деді? Ақшасы жоқ екен, және жоғалтып алыпты. Мына 1 бургерді соған бере салайық та. Жарайды, кеттік. Сәлем, сен атың кім? Менің атым Айкөркем. Сен неге ренжіп отырсың? Мен ақшамды жоғалтып алдым. Осы шарда мен жеймін деген едім, сол ақшама алып берсем. Бізде артық тамақтар бар еді, осы артық бургер алғам. Жаңа кім просто екеуміз, мен сіңлім екеуміз бөліп жейміз ба дегем. Бірақ енді сен дауыс естіп берейін деп едік. Мынау саған. Шын ба? Я, шын ғой. Көп рахмет сендерге. Бірге дос болайықшы. Жарайды, әрине дос болайық. Ал достар, осымен мен сериалым аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса мен каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Пока.